9% деген, егер 2 миллион еліміз қатшыса, бұл 190 мың. 175 мың алды, 185 мың алды екі партия. 180 мың деген, бұл қандай деген бір область. Кескесінде 1,5 область, егер Талас обласын алсақ. Мұна ұшыға оқшоғын шайлаушылардың өкілі отырбай қалса, қандай болады? Берде мұндайда көбінчөсін 9%-ға көтерген, демдедеп көтерген. Шу партиялар бір чоғылып ирилешсін, ири партиялар болсын деп. Бірек андай қылып қойғанда деле партиялар акционерді қоғам болып келіп, анан кейін өз қысқа-қысықшылығын қарап атпайбы? Біз ошон үчүн мұны 9%-ті 5-ке қылып, ал эми партиялар жөнүндө мыйзамды күчтөсөк болот эле.